Қайырлы күн. Әріптестер, онда рұқсат болса мен бастай берейін, қалған мамандар қосылып, жаңағы ары қарай жалғастыра берейік онда. Тағы да мен таныстырып өтейін, есімім Дария болады. Едарда KZ компаниясының жоба менеджерімін. Бүгін сіздерге Google, Canva, Oasis компанияларының жасанды интеллект құралдарын көрсететін боламыз. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, бірден сұрақтарыңызды қойып, жаңағы кері бағас беріп отырсаңыз болады. Жалпы өздеріңіз білесіз, осының тамыз айында өткен жаңағы тамыз кеңесі барысында, республикалық кеңесі барысында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев берілген тапсырмасы бойынша жасанды интеллект құралдарын білім беру программасына енгізу қазір қарқынды жұмыс атқарып жатыр. Біздің компания бұл жаңағы әлемдік ірі компания Google, Canva, Oasis деген компаниялардың Қазақстандағы ресми өкілі болып табыламыз, және де осы компаниялардың ұсынып отырған жасанды интеллект құралдарын ұсынумен, үйретумен айналысатын компаниямыз. 2 жылдан асты осы салада жұмыс істеп жатқанымызға, жалпы білім саласында жұмыс істеп жатқанымызға бізде 10 шақты жылдан асты, ал жалпы жасанды интеллект саласында және тікелей осы жасанды интеллектіні үйрету жұмысы бойынша 2 жылдан астам уақыт аралығында сіздерге осы біздің ұстаздарға оқу білім беретін мекемелерге үйрету, көрсету, жаңағы енгізу жұмыстарымен айналысамыз. Онда рұқсат болса мен бастайын. Сіздерге қазір мен ең алғашқы жалпы жұмыс қалай басталатындығын айтайын. Сіздерге әр өңірлеріңізге сәйкес жаңағы мысалы Алматы edu.kz, Жетісу edu.kz деген форматта сіздерге домен бекітілетін болады. Әр облысқа сәйкес, сол бекітілген доменге сәйкес сіздердің жеке әрбір қолданушыға өзінің аты жөніне сәйкес аккаунт берілетін болады. Сол аккаунт негізінде сіздер бірінші входты, яғни бірінші кіру тетігін ол gmail.com, яғни Google Workspace-тің парақшасынан бастайсыздар. Қазір мен сіздермен экранымен бөлісейін. Одан кейін рет-ретімен түсіндіріп бастайтын боламын. Мінекей қарап отырсаңыздар, ең бірінші кіру тетігі бұл бізде жаңағы Google Workspace құралының почталық жүйесі Gmail-дан басталады. Яғни ең алғашқы кіру тетігі осы Gmail-дан басталады. Аккаунттарыңызды авторизация жасайсыздар, және де ары қарайғы жұмыстардың барлығы осы Gmail-дан кейін өтетін болады. Сіздерге аккаунт берілгеннен қазір мен бірден авторизация жасадым, оның барысын көрсетпей қояйын. Неке қарап отырсаңыздар, менде енді Дария деген өзімнің аккаунтым қосылды. Қазір сонымен жұмыс істеп атқарып жатырмын. Ендігі кезекте мен сіздерге жасанды интеллект, жаңа Google Workspace-ті жалпы түсіндіріп өтейін, және нақтырақ мен бүгін сіздермен жасанды интеллектіге тоқталатын боламын. Әріптестер, сұрақтарыңыз болып жатса, қойып бірден жаңағы байланысқа шығып отырсаңыздар. Мінекей, мұна жерде шахмат тәріздесі иконка бар. Осы жерде Google Workspace for Education, яғни жобалық офис жаңағы проектісін жүргізуге толық мүмкіндік беретін құралдардың жиынтығы берілген. Оның ішіне бізде Gmail почта кіреді. Яғни почталық жүйесі толық сіздер хат алмасуды жүргізетін құрал. Одан кейін Google диск кіреді, әр қолданушыға 100 гигабайтқа берілетін болады. Google дисктің ішінде сіздер толыққанды құжат айналымдарыңызды онлайн, офлайн форматта жүргізуге мүмкіндік береді. Одан кейін Google чат, яғни сіздер толыққанды жұмыс барысын өздеріңіздің осы Google чат форматына ауыстырып, яғни бұл сіздер күнделікті қолданатын WhatsApp Messenger сияқты қызмет атқаратын Google чат. Одан кейінгі Google Meet, яғни сіздермен қазір біз Google Meet арқылы жұмыс жаңағы онлайн кездесулерді өткізіп отырық. Google Meet бұл онлайн кездесулерді жүргізуге мүмкіндік беретін платформа. Бұның ерекшелігі сіздерде адам саны, уақыты бойынша шектеулік болмайды. Адам саны бойынша бір кезекте 1000-ға жуық жаңағы қолданушыларды қоса аласыздар. Запись жасау, сөйлесу, яғни толыққанды онлайн форматта жаңағы уақыт сағаты бойынша шектеусіз онлайн кездесулерді жүргізуге мүмкіндік беретін Google Meet.
Одан кейін Google календарь, яғни график, таблица, кешіріңіздер, сіздердің жұмыс графиктарыңызды толыққанды жүргізуге мүмкіндік беретін платформа. Одан кейін Google Word, Excel, яғни сіздер онлайн бұлтты жүйеде жаңағы компьютердегі жаңағы белгілі бір Word, Excel құжатына тәуелсіз жұмыс атқаруларыңызға болады. Толық бір-біріңізбен ақпарат алмасу, құжат алмасу бойынша осы Google Word, Excel құжаттарын қолданып жұмыс атқаруға болады. Ол өте тиімді болып табылады. Одан кейін Google форма бар, ол бізде түрлі опрос, заявка жасауға мүмкіндік береді. Қосылып отырмын, Талғар ауданы. Жақсы. Одан кейін Google Class, бұл бізде жаңағы онлайн форматта сабақ жүргізуге толық мүмкіндік беретін платформа. Сайт жасау, презентация жасау, видеолар жасау мүмкіндіктері берілген. Қазір қосымша сіздерге Canva платформасын көрсететін боламыз, яғни визуалды құжаттар жасау, визуалды материал жасауға көмектесетін Canva. Оның ішінде түрлі мүмкіндіктер бар. Оны сәл кейінірек көрсететін боламыз. Онда сіздерге біз бүгінгі қазір енді бізге жасанды интеллект десе көбісі бірден ChatGPT есіне түсіреді, бірақ әлемде жасанды интеллектінің өте көп түрі бар, және соның ішінде Google компаниясының өзінің жекелей ішінде тұрған Gemini деп аталатын жасанды интеллект инструменті бар. Сіздермен бірге мен сол жасанды интеллект Gemini мен бүгін толығырақ көрсеткім келіп тұр, яғни бүгінгі біздің тақырып жасанды интеллект болғандықтан соған нақтырақ тоқталғым келіп отыр. Мінекей қарап отырсаңыздар, жасанды интеллект Gemini бұның ішінде дайын көптеген мүмкіндіктері бар. Соның ішінде қарап отырсаңыздар, міне жаңағы оқытылу, deep research деген терең зерттеу жасау, видео жасау, сурет жасау және Canvas деген. Яғни сіздерге мен қазір жасанды интеллекттің ішінде құжат ретінде қалай жұмыс жасауға болады, сіздің өзіңіздің сабақ жоспарыңызда, жұмысыңызда қандай жұмыс атқаруға болатындығын бірге көрсеткім келіп отыр. Мінекей қарап отырсаңыздар, жаңа чат аштым. Мен бұл жерде Canvas, яғни құжат ретінде қалай жұмыс жасауға болады, соны көрсеткім келіп отыр. Менің экраным көрініп тұр ма сіздерге? Мен сіздерге жақсы естіліп тұрмын ба? Көрініп тұр барлығы. Жақсы. Өте жақсы. Көрініп тұр, естіліп тұр. Керемет. Жақсы. Онда мен қазір мысалы 7-ші сынып оқушыларына тарих пәні бойынша бұл жерге кез келген өзіңіздің сұрағыңызды, жаңағы қажетті материалдарыңызды сұрап біле аласыздар. Енді мен сіздерге өзімнің примерімді көрсетейін. Сіздер егер өздеріңіздің бір ойлап сұрап жүрген жаңа материалдарыңыз, білгілеріңіз келіп жүрген нәрсе болса, қазір дайындап отырыңыздар, сіздермен де бірге жұмыс жасап көрейік. Мысалы 7-ші сынып оқушыларына дейін мен тарих пәні бойынша, мысалы орта ғасыр тақырыбына сәйкес маған оқу материалдарын жасап берші дедім. Қараңыз, енді бұл жерде промпт, яғни сұраныс жазу. Промпт дегеніміз бұл сіздің жасанды интеллектке жазатын сұранысыңыз. Қазір мен 7-ші сыныпқа арналған тарих пәні екенін, қандай тақырыпты екенін көрсеттім. Енді жасанды интеллектке жіберейін. Мен Canvas жаңағы мүмкіндігін қостым. Қазір көрейік ол маған қандай материал беретін, одан ары қарай сонымен қалай жұмыс жасауға болатындығын сізге көрсетеді. Мінекей, енді ол кішкене сәл уақыт алады. Мінекей, дүние жүзі тарихы, орта ғасырлар дейді. Міне орта ғасырлар, кемелденген орта ғасыр, кейінгі орта ғасыр туралы маған ақпарат берді. Қараңыздар, енді мен бұл ақпарат шыққаннан кейін, бұл ақпаратты осы бірден жасанды интеллекттің ішінде өзгерте аламын. Неге қарап отырсаңыздар, мен осы жерде құжат ретінде бірден өзгерте аламын. Осы құжатты өзіме жаңағы құжат ретінде немесе жаңа контент ретінде көшіріп алсам да болады. Мысалы, экспортировать десем, қазір менде құжатқа көшіріп жатыр, бұл көшіріле берсін. Енді қарасаңыздар, осы дайындалған материалдан мен веб-страница жасағам, инфографика,
тест, карточка, аудиоперисказ жасай аламын. Иә, осын. Қазір мен енді оқушылармен бірге жұмыс істейтін карточка жасап көргім келді. Карточканы бастым. Қазір маған карточка жасап жатыр. Мінекей жаңа мен маған құжат ретінде көшірші деп едім, Word форматта маған құжат ретінде жаңағы ақпаратты толығымен көшіріп берді. Қарап отырсаңыздар. Ендігі кезде мен қазір карточка жасап берші деп сұраныс бердім. Қарап отырсаңыздар, міне орта ғасырлар кезеңі деген маған карточкалар жасап берді. Қазір аяқтап бітсін, сосын сіздерге көрсетемін. Мысалы қараңыз, маған 25 карточка жасап берді, мен осыны оқушылармен ойнамауға болады. Мысалы орта ғасырлар кезеңі деген сұрақ болды, карточканы басайын, яғни жауабы ежелгі дүние тарихы, Рим империясы, жаңа заман тарихы дейді. Келесіне көштім, мысалы орта ғасырдың үш кезеңі дейді. Үш кезеңін көрсетті. Сол сияқты мінекей түрлі карточкаларды оқушылармен, мысалы бірден осыны экранға шығарып, оқушылармен ойын жұмыстарын жүргізе аламын. Немесе жаңа тақырыпты қайталау. Қарап отырсаңыздар. Енді мен жасанды интеллектке айтайын. Осы тақырып оқушылардың есінде жақсы қалу үшін ойын ұйымдастырайық дейін. Ұйымдастырайық. Бірден запрос бердім. Енді көрейік, қазір маған ойын ұйымдастыруға көмек береді жасанды интеллект. Енді бұл кішкене бірнеше секунд уақыттарды алады. Ол басталғанша мен сіздермен мінеке тамаша идея, оқушылардың алған білімін тексеретін. Онда орта ғасырлар викторина атты шағын HTML файлда дайындаймын дейді. Жақсы, дайындай берсін. Онда ол дайындағанша мен сіздерге жасанды интеллекттің жаңа басқа да мүмкіндіктерін көрсетейін. Мінеке Storybook туралы көрсетіп кетейін, онда сұраныс жазған болатын. Жасанды интеллекттің ішінде жаңағы чатқа өтейін, мен онда ретретмен көрсете берейін. Пока мен ойыным дайындалғанша, мен мысалы сіздермен Deep Research деген мүмкіндік бар. Бұл жерде Deep Research дегеніміз, яғни терең зерттеу. Сіз берген тақырыпқа, сіз берген жұмысқа сәйкес, ол жасанды интеллект терең зерттеу жасап береді. Ұстаздар, мүмкін сіздердің қазір бір ойлап жүрген тақырыптарыңыз, немесе жұмыстарыңыз, жобаларыңыз бар болса, жасанды интеллектке зерттеуге беріп көрейік. Маған бір ұсыныс берсеңіздер. Мінекей қараңыздар, орта ғасырлар викторина деген маған ойын құрастырып берді. Ойынды бастайық, бастауды бастым. Енді қараңыздар, маған сұрақ берді. Бірінші Вильгельм жаулап алушы дейді. Ол кім екен? Мен бұл сұрақтың жауабын білмедім, қате жеді, жарайды. Келесі гильдия дейді. Жарайды, бұл кім екен? Көпестердің одағы дейді. Келесі сұрақ. Константинопольдің құлауы. Көп қате жіберіп отырмын. Осы сияқты сіздер бірден экранда оқушыларыңызбен викторина өткізіп жүрсеңіздер болады. Тағы қандай ойын жасап бере аласың дейін. Викторина жасады, карточка жасады, енді тағы қандай ойын жасай алады екен? Жасап берсін. Онда бір тақырып берсеңіздер, құрметті ұстаздар, мен естіліп отырмын ба? Жасанды интеллектке сіздермен бірге сұраныс беріп көрейік. Естіліп тұрмыз, саламатсыздар ма? Естіліп. Бірінші сыныпқа, мысалға, кітап жасау деп айтып көріңізші, мысалға, шағын анимациялық кітап. Жақсы. Онда мен Deep Research'ті қоспай қойым, бұл терең зерттеу жасайтын нәрсе. Бірінші сыныпқа. Информатикадан шағын анимациялық кітап. Онда сізбен бірге Storybook жасап көрейік та, сол қызығырақ болады онда. Қайсы қызық болады, соны жасап көріңіздер. Жақсы. Storybook деген бізде бөлім бар. Бұл жерде сіздер жаңағы түрлі кітапшалар жасай аласыздар. Мысалы, мен енді
анимация орыс тілінде жасаған дұрысырақ болады. Қазақ тілінде анимацияны Мына сторибукты қай жерден ашып жібердіңіз, соны айтып жіберсеңізші. Мінекей қараңыз, мен жасанды интеллекттің жаңағы Gemini'дің кабинетіне өттім. Сол жерде мына все джемботы деген бар. Қазір мен экран жауып тастайын. Все джемботы деген бар. Осы жерде міне storybook, генератор идей, түрлі жаңағы джемботтар жасауға болады. Соның ішінде мен storybookты таңдадым. Бұның барлығы тегін ба? Бұның барлығы тегін емес, бірақ бізде өте тиімді бағамен. Бағасын бірден айтып кет десеңіздер болады. Қазіргі таңда енді осы жылдың бағасымен біз жаңағы скидкамен дейміз ғой, жеңілдікпен бір мекемеге 190 мың теңге. Егер сіздер 3 платформа алатын болсаңыздар, онда 350 мың теңге бір мекемеге барлық мұғалімдеріне. Қазір біз көрсететін Google кіреді, оның ішіне кешіріңіз, Google'дың жасанды интеллектісі кіреді, оның ішіне Canva кіреді, оның ішіне Quizzes кіреді. Енді мүмкіндіктері көп, қазір сізге бәрін жеке жалпы көрсететін боламыз. Кешіріңіз, сұрақ қойсам болады ма? Әрине. Былтыр қаланың мектептеріне колледждерге осы Canva тегін болып еді ғой, мұғалімдер тегін жинап еді ғой. Енді облысқа келгенде неге ақылы болды? Қараңыз, Canva'ның тегін версиясы бар, бірақ ол жерде шектеулі варианттар болады. Оны сіз тегін версиясын қолдана бере аласыз, біз сіздерге про версиясын береміз. Жоқ, былтыр мысалы колледждерде бізде мысалы жинап, мектептің мұғалімдерін жинап алматын. Кәдімгідей аккаунтқа тіркеп, Canva'ның платный версиясында берген болатын. Қараңыз, біз былтыр сіздерге демо версия берген. Егер бізбен жұмыс істесеңіздер, біз сіздерге демо версия берген болатынбыз. Ол шектеулі уақытқа берілген демо версиялар болатын. Қазір мысалы Алматы қаласы да, Алматы қаласының колледждері де, басқа да облыстардың барлығы тегін емес, платный, яғни ақылы түрде қосылып, бізбен келісімшарт негізінде жұмыс істеп жатыр. Біз демо версия бергенбіз, уақытша қолданып сіздер жұмыс істеп көргенге. Жалпы бұл платформалардың бәрі ақылы. Былтыр бізде 490 мың теңге болған, биыл көп мекемелердің сұранысы бойынша жеңілдік жасап, осы 490 мыңды 190 мыңға түсіріп отырмыз. Кешіріңіз, мына сіз ашып отырған, сонда платный версия ғой, мен де сізбен бірге ашып отырмын. Менде мына біреу буктар ашылып тұрған жоқ, жай ғана Gemini боттар ашылып тұр, и то олар қазір мен сізге көрсетіп отырғам, ол расширенный дейміз ғой, яғни про версиясын көрсетіп отырмын. Бұл Google'дың да, Canva'ның да тегін версиялары бар, бірақ ол шектеулі болып келеді. Және де бізде бір қосымша жаңағы ақы алатын себебіміз, біз сіздерді оқытамыз, яғни тренинг жүргіземіз, көрсетеміз, аккаунттарыңызды береміз, толық қолдауды біздің тараптан көрсетілетін болады. Кешіріңіз, сонда жаңағы сіз кеп үйретеміз деп жатсыздар ғой, офлайн форматта ма, онлайн ба? 190 мыңға алған жағдайда. Егер мысалы облыс бойынша жаңағы қосылған мектептер саны көп болса, мысалы айтарлық 30-40-тан астам мектептер болса, онда офлайн барып үйретеміз. Офлайн болады, және қосымша онлайнда толық жүргізе береміз. Бізде тренинг бір рет өтпейді, яғни бір рет офлайн өткізсек, ары қарай күнделікті жаңағы апта сайынғы тренингтер өтіп отырады, олар онлайн форматта өтіп отырады. Түсіндір алдым ғой дейме. Онда storybook жасап көрейік. Storybook для первого класса. Тема информатика. Сұрағым, кешіріңізші, бір сұрағым болып тұр. Әрине. Бір жылға ғана ма алатын бағамыз? 190 деген ол қалай? Бұл бір жылға бір мекемеге отырылатын келісімшарт бағасы. Нақты суммасы қанша деп отырсыздар бір жылға? Бір жылға, егер тек қана Google Canva'ны алатын болсаңыздар, 190 мың теңге. Оған егер қосымша Quizzes платформасы қосылса, бұл тест, ойын жүргізуге арналған керемет бір платформа, онда 350 мың теңге болады. Қосымша Booker деген
платформа бар, және профориентация бар. Енді олармен бірге жүргізе берсе, бағасы өсе беретін болады. Яғни платформаның санына байланысты ғой. Google Canva 190 мың, Google Canva Quizzes 350 мың теңге. Менде Storybook'ты жасай берсін. Мінекей жаңағы қараңыздар, мен тағы бір ойын жасашы деп едім, маған сәйкестендіру ойын жасап берді. Енді мен осы арқылы, мысалы, гильдия дегеніміз кім еді? Мынау ғой деймін. Жоқ, қате екен. Феодал жер иесі. Дұрыс. Цех дегеніміз не? Қате болды. Осы сияқты мүмкін сіздер бірден экрандарыңызда осындай сәйкестендіру жұмысын бастап қайтадан істеп көруге болады. Яғни Canvas арқылы сіздер ойын, веб-страница, карточка барлығын бірден жасап отыра аласыздар. Ойынды скачать етуге бола ма? Жоқ, бұны скачать ете алмайсыздар. Осы экран бойынша бірден жұмыс жасай аласыздар. Себебі бұл кодпен жасалатын жұмыс. Бұны скачать ете алмайсыздар. Именно ойды скачать ету мүмкіндігі жоқ. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым бар еді. Мысалы біз егерде сатып алған болсақ, жеке-жеке мұғалімдер алады ма? Жоқ әлде бір ұжым болып аламыз ба? Мекеме ретінде алғандарыңыз дұрыс, себебі жекелей алсаңыздар қымбат түседі. Сол. Мысалы біз 21-ші мектептен мен 21-ші мектеп деп алатын болсақ, бізде мысалы 200-ге жуық мұғалім бар. Сол 200 мұғалім бәрі бірдей қолдана алады ма осыны? Бәрі бірдей қолдана алады. Қазір бізде 190 мыңға сатып аламыз, одан кейін бүткіл 200 мұғаліміміз біздің қолдана алады, Енді әзірге біз мұғалімдер санына шектеу қойып жатқан жоқпыз. Көбінде енді сіздердің мектептеріңіз өте үлкен екен, максималды ұжымдар саны 100-120 болатын мектептер бойынша. Ашып береміз, егер келісімшартқа отырып жатсаңыздар. Онда құрметті ұстаздар, мен түсіндіріп алайын, сіздерге жалпы түсінікті болу үшін, одан кейін сұрақтарыңыздың барлығына жауап беріп, жаңағы өткізетін боламыз. Әйтсе кішкене уақытымыз тығыздау болып кетеді, сіздердің де уақыттарыңызды алмас үшін. Жақсы. Онда мінекей Canvas'ты түсіндіңіздер. Онда мен жаңағы Storybook жасады. Storybook'ты маған енді орысша жазып тұр. Қазір мен оны қазақшаға аудартайын. Қосымша мінекей қазір көрсетіп шығайын. Приключения Лёвы в мире кода деген. Қарап отырсаңыздар, міне осындай Storybook жасады. Енді бұны мен қазақшаға аудар дейін. Маған қазақша нұсқасы керек. Нұсқасы керек дейін. Бұл аударманы жасай берсін. Онда мен сіздерге жаңа тағы көрсетілмей қалған deep research дегеніміз бар. Яғни терең зерттеу. Осы арқылы біз мысалы Қазақстандағы жасанды жи. Терең зерттеуге бола ма? Әрине тақырып берсеңіз зерттейміз. 8-ші сыныпқа причастие тақырыбына сабақты түсіндіруге схема жасап бере аласыздар ма? Бұны енді deep research-қа қоспай қойық. Deep research дегеніміз ол терең, яғни проект зерттеу жасайды. Или соны жасап болса, ақылды үй жобасына. Онда ақылды үй жобасы дейін, онда ақылды үй жобасы. Үй жобасы не деп жазайын? Ақылды үй жобасы туралы терең зерттеу жасап берші дейін, онда. Зерттеу жасап берші дейін. Некей deep research-ті қостым. Енді ол маған қазір зерттеуді қалай жасайын деген жоспар береді. Қазір көрейік. Сол жоспарды Егер ақыл алып жатқан жағдайда, Canvas, осы Gemini, солардың ақылы түрлерді бірге ішіне кіре ме, или өзіміз жеке сатып аламыз ба? Жоқ, соның ішіне кіреді. Осы мен көрсетіп отырған нәрселер кіреді сіздерге. Міне ақылды үй жобасын зерттеу туралы маған план берді. Мен енді планды өзгерте аламын, бірақ өзгертпей қояйын, зерттеуді бастай бер деген жаңағы бұйрықты берді. Онда ол зерттеуді жасасын, қазір көрсетем. Зеректің кодтар әлемдегі оқиғасы. Маған мінекей жаңағы қазақшаға аударып берді, бірақ суретті көрінбей қалды. Покажи, сделай с картинками.
сонда мысалға Бәрі жаңағы ең 190 мыңдық или 350 мыңдықты сатып алатын болса, бүкіл мұғалім қолдана ала ма? Бір логин парольмен кіре ма, әлде әрқайсысына жеке беріле ма? әр қолданушының жеке өз логин паролі болады. Әр адамның аты жөніне, фамилиясына сәйкес. Әр адам жеке-жеке 190 мыңға сатып алу керек па? Жоқ, мекемеге сатып аласыздар, аккаунт әр қолданушыға бөлек болады. Мекемеге 190 мың теңге. Аккаунт сіздер қосып бересіздер ма сонда бізге? Аккаунтты біз қосып береміз сіздерге. Тағы бір сұрағым болып тұр, мына вообще осы түгел несін программасын сатып алғанда бағасы түсе ма? Не барлық жасанды интеллекттің несін сатып алған кезде мына осы неде Қазір енді сіздерге біз жеңілдікпен беріп отырық. Жалпы бұл баға келесі жылдың басынан өседі. Қазір максималды түрде жаңағы жеңілдікпен беріп отырық. жоқ, общий бағасы қанша болады дегенім ғой, общий бағасын бағасы, егер сіз барлығын алатын болсаңыз 650 мың теңге. 650 мың теңге. Иә, оның ішінде 5 құрал кіреді. Дайын прайстарыңыз бар ма мысалға? Бар, біз қазір сіздерге жібереміз, көрсетеміз. Мен онда түсіндіріп алайын, бәрін көрсететін болам. Чтоб сіздерде түсінетіндей ішінде не бар, не жоқ деген сияқты ше. Қандай платформасын не сатып алу керек? Ау? Қандай платформа не сатып алу керек? Ау? Қандай платформа не сатып алу керек? Соны түсінбедім, енді кірген. Әріптестер қазір прайс жіберем деді ғой? Әріптестер, мен рет-ретмен түсіндірейін сіздерге, соңында прайсты не аласыздар, қалай аласыздар, оны да түсіндіріп берейін. Жалпы қазір кішкене түсіндіру жұмысы болғандықтан қарап алсаңыздар. Жаңа мысалы мен бірінші сыныпқа арналған информатика пәнін үйрететін сабақ жасап, сторибук жасап берштерін, міне Зеректің кодтар әлеміндегі оқиғасы деген кітапша жасап берді, бірге көрсек болады. Мына жақта аудиосын да қосуға болады. Мінекей қарап отырсаңыздар, мынандай кітапша жасап берді маған. Қазір сіздерге тыңдатқызып көрейін, 1 минут. Мен сол бетті қосып көрейін. Қазір сіздерге сторибукты тыңдатамын. 1 минут. Бұны сабақта қолдану үшін интернет міндетті түрде керек па? Жоқ, жүктеп алсақ интернет сізде қолдануға бола ма? Gemini'ді қолданатын болсаңыз, жасанды интеллект оған міндетті түрде интернет қажет. Жақсы. Мінекей. Зеректің кодтар әлеміндегі оқиғасы. Бір ауылда Зерек атты білімге құштар бала өмір сүріпті. Ол ойыншықтарды бөлшектеп, олардың қалай жұмыс істейтінін білгенді қатты жақсы көретін. Бір ауылда Зерек күрсініп, саусағымен қараңғы экранды сипады. Кеннеттен экран пәрмендер деп таңғалды Зерек. Бұл бұйрықтар. Зерек ойланып, алғу алманы оңға жылжытшы, деді. Ал енді үйшік салайық, деп зұнды алғу. Ой, Зерек шаршының соңғы сызығының орнына кездейсақ шеңбер сал деп. Олар бірге бір қадам артқа шегініп, Зерек дұрыс мен үйшіктің жанына шарбақ салғым келеді. Мінекей осындай кішігірім сторибук жасап берді бізге. Енді Зерек информатиканың жай ғана іш пыстыратын компьютер EMES. Жақсы, онда мен арғарай жалғастырайын. Сторибукты осылай жасады. Енді терең зерттеуіміз біздің жүріп жатыр екен, әлі бітпеген екен. Және де қараңыздар, бұл жаңағы Gemini'ді сіздер өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға көшіріп қойсаңыздар болады. Жаңа мысалы мен терең зерттеу бердім, бұл терең зерттеу біткеннен кейін менің ұялы телефоныма жаңа хабарлама келіп тұрады. Зерттеу бітті, қарай беріңіздер деген сияқты. Зерттеуді әлі жасап жатыр, онда жасай берсін. Яғни мына жерде тағы да қосымша түрлі джемботтар қоса аласыздар сіздер. Яғни мысалы сіздердің жаңағы мектептеріңізге бір юрист қажет па, не болмаса жаңағы профориентолог қажет па. Осы жерде сол әрбір сәйкес келетін жаңағы профессия немесе сұрақтарыңызға байланысты джембот құрып, сіз соған ақпаратты енгізіп, мысалы сол джемботты өзіңіздің кеңесшіңіз ретінде де қолдана аласыздар. Және де бұл жерде сурет жасауға болады. Мысалы сіздермен бірге бір сурет жасап көрейік. Суретті көбінде енді қазақша тілде жазғанда барлық детальдарын түсінбейді.
Сондықтан егер сурет жасап жатсаңыздар, көбінде ағылшынша немесе орысша жазғандарыңыз ыңғайлырақ болады. Бірақ қазір мысалы қазақша жазып көрейік. Мысалы, таулар мен әсем гүлдер. Қысқаша жаза салайын, егер гүлдер және киіз үй. Экран бізде көрінбей тұр. Кешіріңіздер, қазір бір минут. Экрана подключите, пожалуйста. Хорошо, прошу прощения, сейчас. Так, видно, да? Ага, вот. Я вот здесь нажала кнопку инструменты, изображение. Енді қазір сіздерге таулар, гүлдер дейіне. Бұл енді канвамен жасағанда ыңғайлырақ болады. Енді мен сіздерге қосымша көрсете салайын. Кигіз үйлер, балалар ойнап жүр дейіне. Ойнап жүр деп қысқаша бере салайын. Ой-ой-ой. Қате жазсаңыздар да ештен кетпейді, жалпы жасанды интеллект оны түсініп алады өзі. Енді қазір маған сол гүлдер, таулар, кигіз үйі бар сурет жасап берші. Менің жаңағы ақылды үй деген зерттеуім жүріп жатыр екен әлі. Қазір көрейік. Яғни, жалпы жасанды интеллект ол сізге көмекші құрал болатын, сіздің сұрақтарыңызға жауап беретін, идеяларыңызды көбейтетін құрал болып табылады. Бұл жерде ең бастысы промпт, яғни сұранысты жаза білу және толыққанды детально дейді ғой, яғни мәліметтерін қаншалықты нақты толығырақ жазасыз, соған сәйкес ол жаңағы жұмыс атқарады. Сондықтан көрдіңіз, кішкене қазақша түсінбедім дейді. Так, сделай картину, где горы, цветы и много юрты. Кейде қазақша сурет жасауда қиналып қалады жасанды интеллект. Сондықтан ол бойынша біз канваны қолданайық. Қазір онда менің әріптесім аяулым сіздерге көрсететін болады. Бұл мінекей жасады. Мінекей қарап отырсаңыздар, өте сапалы әдемі картина жасады. Балалар, юрталар, таулар негізінде. Бұл картинаны мен жүктей алам. Өзіме ары қарай қолданып жұмыс жасай алам. Одан кейін жаңа мен бір сурет жасап едім. Мінекей қараңыздар, осы жерде мен мысалы өзімнің осындай суретімді жүктедім да, айттым оған, маған комикс персонажын жасап берші деп едім. Мынандай форматта маған суреттер жасап берді. Мысалы осы суретті қолданып, мен ары қарай өзіме комикс, түрлі жаңағы визуалды жұмыстарды жасауыма да болады. Яғни идея өте көп, өзіңіз қалай қолданасыз, соған сәйкес жұмыс жасауға болады. Ақылды үйді әлі зерттеп жатыр, өте көп зерттеу жұмысын жасап жатыр екен. Неке, жалпы зерттеудің басы осылай басталады. Ақылды үй жобасы, талдау, зерттеу, нақтылау. Көріп отырсыздар ғой. Әлі біткен жоқ зерттеп. Онда Gemini бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бұл мен сұрайын деген түсінгенім бойынша бұны жүктей алмаймыз кейбір заттарды. Тек онлайн ссылкасын жіберуге бола ма? Мысалы жасалған дүниені ссылкасымен бөлісіп. Ссылкасымен бөлісуге болады. Қараңыз, сіз нені жібере алмайсыз? Жаңа мен көрсеткен ойын болса жібере алмайсыз. Жаңағы сайт болса оны жібере алмайсыз. Бірақ қалған дүниелердің барын сіз көшіріп жұмыс жасай аласыз. Жақсы, рахмет. Мысалы, мынандай жаңағы ойындар, кодтар болса, оны көшіру қиын болады. Мысалы, мезолит туралы маған мынандай ойын жасап берді. Міне, мысалы, қайық деген сөз табуым керек мына жерде. Яғни осындай түрлі ойындар жасауға болады. Оны көшіру қиындау, бірақ егер сіздерге мынандай сурет болсын, жаңа қайда суретіміз, қайда кетіп қалды? Мына суреттерді көшіре аламын, құжаттарды көшіре алдым. Мен сіздерге жаңа көрсеттім ғой, мысалы,
орта ғасыр дегеніміз туралы материал шығарып берді. Міне мен оны Word форматына көшіріп алдым. Мындай сұрақ қоюға бола ма? Әрине. Бізде қазір осы мобильді смартфон арқылы мобильді қосымшасына кіріп отырмыз. Сіздің көрсетіп отырған барлық боттар жұмыс жасап тұр. Сонда сіздердің про версиясы мобильдіден айырмашылығы неде? Неге сіздерде ол бізде тегін ғана кіріп тұр ғой? Я, қараңыз, тегін версиясына сіздер кіре аласыздар. Неге біз бұны ақыл істеп отырмыз? Біз сіздерді қосымша оқытамыз, қосымша жаңа Google Workspace-тің өзінің ішінде бір тек қана Gemini кірмейді ғой, оның ішінде басқа да құралдар кіреді. Соған доступ береміз, және де Canva-ға береміз. Сол себепті бұл жерде сіздерге сәл жоғары версиясы берілетін болады, және қосымша біз оқыту жүргізгендіктен сіздерге тренинг, қолдау толық жүргізгендіктен соған сіздерден қаражат алынады. Сонда мекемедегі әр мұғалімді өздеріңіз оқытасыздар ғой, иә? Я, жекелей, енді әрбір мұғалімді бөлек-бөлек оқытпаймыз, сіздер жинайсыздар, ортақ оқытамыз. Сертификат бересіздер ма, сонда оқыды деген? Сертификат беруге дайындап бере аламыз. Қазір біз курс жасап жатырмыз, яғни бұйыртса жаңағы сіздердің квалификацияға сәйкес келетін курстар бар екен ғой, яғни сіздердің квалификация нелерді көбейтуге арналған жаңағы мемлекеттік бұйрыққа сәйкес курстар ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Егер сондай курстар болса, онда сіздер жаңағы толық сертификат сондай ала аласыздар. Ал қазіргі біздің берілетін сертификаттарымыз ол жаңағы не котируется сіздердің нелеріңізге. Мысалы, маған тіркеліп алдық, иә, организация. Бұл 1 жылға ғана жарамды ма? 1 жылға жарамды, иә. Сосын келісімшарт 1 жылға. Я, егер ары қарай әрине келісімшартты созбасаңыздар жабылады. Получается, здесь без ограничений, да, у нас, потому что мы же заходим в эти платформы, сейчас пользуемся, да, у нас там есть ограничения, например, если я в чат GPT зашла, там в течение 24 часов я могу пару там заданий получить, а потом уже лимит исчерпан. А вы предлагаете, получается, безлимитную, да, версию? Именно по Gemini, да, у вас будет безлимитный режим. У вас будет лимита не будет. Лимит будет только в создании видео. В день вы можете создавать только 3 видео. Понятно. Мы не работаем с ChatGPT, мы работаем с Google. Да, я поняла, просто я вам это пример. Да, я понимаю. А вот смотрите, я с опозданием зашла. Ваши какие платформы входят в вашу программу? Хорошо, мы сейчас это тоже все покажем, скажем, если вы до конца тренинга будете участвовать. Хорошо, спасибо, я думала, пропустила информацию. Нет, не пропустили. Хорошо, вот ақылды үй жобасы туралы зерттеу жасап бердім. Неге қарап отырсаңыздар, дайын материал. Бастама протоколдар, экожүйе, ақылды. Осы мысал құжат шықты, мен енді осыны жаңа сіздер айттыңыздар ғой. Бөліс алам ба, құжатқа көшір алам ба деп көшір аласыздар. Міне, экспортировать документ десем, ол маған Word құжатына көшіріп береді. Қазір загрузка жүріп жатыр. Копировать десем, мен бірден осыны өзім көшіріп алып, қажет контентіме, жаңа қажет құжатыма қой аламын. Қазір міне неке ақылды үй жобасын маған Word форматына көшіріп берді. Сіздер көшіріп бір-біріңізбен бөлісуде мүмкіндігі бұл жерде қарастырылған. Жақсы, онда Gemini бойынша сұрақтарыңыз аяқталса, мен сөз кезегін аяулымға берейін, бізде кішкене уақыт жағынан да үлгермей жатырмыз. Сұрақтарыңызға сосын соңында жауап береміз. Аяулым онда обзорна Canva-ны көрсетіп шықсаң, содан кейін жақсы. Қайырлы күн баршаларыңызға, есімім Аяулым. Ендігі сізге мен келесі Canva платформасын көрсететін боламын. Canva бойынша көбінесе барлықтарымыз білеміз, жаңағы әртүрлі фото, видео бойынша редакциялар жасауға болатынын, бірақ қазіргі уақытта Canva-ның ішіне білім жаңағы сапасыз материалдарына арналған өзінің жеке разделін қосқан болады. Бұл бізде Canva для образования деп аталады. Яғни сіздер Canva арқылы
Мысалы, тек қана презентация емес, сонымен қатар әртүрлі мысалғы презентация, инфографикаларды, плакаттарды, сонымен қатар әртүрлі фото, видео жұмыстарын жасай аласыздар. Қазіргі уақытта Canva-ның ішінде 3 миллионнан астам дайын шаблондар бар. Мысалы, тегін версиясына кірген кезде сіздерде тек қана жаңағы шектеулі бір 5-10% ғана қолжетімді болады. Ал біздің аккаунт арқылы сіздер кез келген шаблонмен қолдана аласыздар. Яғни, мысалға, шаблондар бойынша бір кез келгеніне кірсем, кірдім. Мысалға, сіздерде презентацияларыңыз ағылшын тілінде, мысалы, шаблонда ағылшын немесе орыс тілінде берілуі мүмкін. Сіздер тез арада қазақ тіліне немесе орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Ол үшін мына үсті жақтағы изменить размер деген батырманы басасыздар. Және де аудару бойынша тілді таңдасаңыздар, сіздерге мысалы бүкіл жаңа презентацияны қалаған тілдеріңізге ауыстырып беретін болады. Сонымен қатар мына жердегі сол жақтағы бағандағы барлығымен қолдана аласыздар. Мысалы, дизайн өзгертуге болады, элементтер қосуға болады, әртүрлі мысалға. Сонымен қатар текст, яғни текст бойынша әртүрлі шрифттар бар. Және де қазіргі уақытта осы тексттар бойынша бізде жасанды интеллект қосылған болатын. Мысалға, мына жерде тақырып отыр, осы тақырып бастым. Және осы жердегі волшебный текст дегенді бассам, мысалға, мен мына текстті басқа стильде жазсам болады, немесе оны мен жаңағы добавить больше текст арқылы тағы да текст қоссам болады. Немесе бұл жаңа берілген тақырып бойынша мен тіпті викторинада жүргізсем болады. Мысалға, осы жерде мен мінекей добавить больше текста деген батырманы басайын. Бастым, маған тез арада осы тақырып бойынша өзінің жаңағы анықтамасын берген болатын. Келесі бұл бізде загрузкалар, яғни загрузка арқылы сіздер кез келген фото, видео материалдарды осы презентацияның ішіне қоссаңыздар болады. Келесіде бұл бізде волшебный медиа файлы. Яғни волшебный медиа файлы арқылы сіздер әртүрлі суреттерді, графиктерді, видео және де 3D суреттерді жасай аласыздар. Мысалы, сурет бойынша бағана сіздерге көрсетіп өтті. Енді сіздермен видео жасасақ болады. Мысалға, мен жазайын. Читает книгу. Микрофон өшіре тұрасыздар ма, кешіріңіздер? Понятно ма? Яғни мен мына жерге видео... Арынова ханым, өтінем, микрофоныңызды өшіре тұрасыз ба? Эхо болып жатыр, да? Рахмет. Мінекей мына видео бойынша мен мысалға өзімнің промптымды жаздым. Маған қандай видео қажет, соны жазып қойдым. Қазіргі уақытта маған осы видеомды дайындап жатыр. Және де мен мысалы 3D форматтағы суреттерді қоссам болады. Мысалға мен жеге белгілі бір промптымды берсем болады. Мысалға кітап деп жазайын, книга. Маған яғни кітаптың 3D версиясын жасап беретін болады. Міне бізде видеомыз дайын болыпты. Видеоның үстінен бастым. Және де осылайша маған видеомды жасап берді. Яғни мына жерге мен жаздым, мысалы, учитель читает книгу дедім, маған сол бойынша видеомды дайындап берді. Мінекей. Келесі бұл 3D бізде дайын болайын деп қалды. Міне жасап берді. Мен мысалы кітап деп жазған болатын. Кітаптың маған 3D версиясын жасап берді.
яғни мен оны бұл кітапта мысалы 360 градусқа айналдырсам болады, кез келген бағытта осылайша қойсам болады. Яғни сіздерде кез келген мысалға затты немесе суретті осындай форматта шығарсаңыздар болады. Мінекей. Яғни барлық презентация, инфографикалар бойынша ішінде кез келген форматта сіздер өзгерте аласыздар, және де әрбір элементтер кликабельный болып табылады. Сіздер мысалы олардың түстерін ауыстырсаңыздар болады, оларды кез келген форматта ауыстырып, орнында ауыстыруға болады. Ендігі келесіде осы Canva бойынша осы жылғы жаңартуларын сіздерге көрсетіп өтейін. Жаңартулар бойынша, мінекей, мен қазір басты беттемін. Осы жерде жасанды интеллект Canva деген бар. Яғни осы жерде жаңадан 3 функциясын қосқан болатын. Бұл сурет жасау, документ және де код. Яғни мысалға сурет жасау бойынша сіздерге көрсетіп өтті. Ендігі мен сіздерге документ жасауды көрсетейін. Мысалы мен мына жердегі документті бастым және мен мысалға жазайын. Маған план урока 9 класса бұл география деп жазсам болады. Мысалы мен география пәні бойынша мұғалім болсам, осылайша мен сабақ жоспарын жасай аламын. Мысалы, яғни мына жерге мен промптты жаздым, ары қарай жасанды интеллект өзі документті ашып, ішіндегі барлық жаңағы материалдарын толтырып жатыр. Мысалы, мен мына жердегі барлық материал маған берді. Мен оны осы жерге қоссам болады, немесе оны өзгерту қажет болса, неге осы жердегі бұл, бірақ жаңағы басқалай жасап беріңіз деп жазсам болады. Мысалы, мен қазір сделайте виде таблицы деп жазайын. Мінекей. Көбінесе жаңа сабақ жоспарлары таблица түрінде болып жатады. Маған таблицаны құрып берді, ішіндегі барлық мәліметін толтырып берді. Ары қарай сіздер мысалға кез келген жерінен өзгертсеңіздер болады, және де қосымша мәліметтер қосу қажет болса, осының ішінен бірден қоссаңыздар болады. Ары қарай бұл документті сіздер мысалға әртүрлі PDF немесе Word түрінде де өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Мінекей. Енді тағы бір қызықты бір инструментті көрсетіп өтсем, бұл код. Яғни сіздерге әртүрлі форматтағы сайт жасап беретін болады, жаңағы Google Gemini'дің ішіне ұқсас. Яғни мен сіздермен бірге мысалы қазір қандай сайт жасасақ болады? Одан мен қазір жазайын, мысалы география. Жасанды интеллект бойынша жасайыншы. Жасанды интеллект бойынша сайт деп. Жасанды интеллект бойынша, иә. Мысалы, жасанды интеллект бойынша сайт қажет. Оның ішінде мысалға роботтар болуы керек деп жазайын. Және де мысалға планеталар күн жүйесінде айналып тұр дейін. Және де тест және ойын қосыңыз дейін. Мысалы, сіздерге қандай сайт қажет, сонан промпттын жазасыздар. Мен мысалға осылай жазып қойдым. Маған қазір дайындауда. Және де сіздерде мысалға осы Canva бойынша қазір маған сайтын жасап жатыр. Шамамен 2-3 минутта дайын болады. Сіздер мысалға Canva арқылы жасаған барлық сайттарыңыз, барлық материалдарыңыз осы Canva-ның ішінде сақталып тұратын болады. Мысалы, мен оның алдында әртүрлі сайттарды жасасам, мен оларды кез келген уақытта осы Canva-ның ішіне кіріп, оларға қол жеткізе аламын. Мысалы, осы жердегі последний переписки, және мен мына жердегі барлық
құралдарыма, сайттарыма қол жеткізе аламын. Мысалы, мен оның алдында жаңа виртуальная лаборатория деген тақырыпта жасаған болатынмын. Мысалы, мінекей мана жасап бердім. Мінекей, мысалы, ішіндегі эксперимент бойынша бөлініп тұр. Химия, физика, биология, астрономия. Мінекей, әртүрлі тесттерді қосып берді, және де ойындарын да маған осындай форматта қосып берді. Мінекей. Осылайша жаңа әртүрлі форматта сіздер жасасаңыздар болады. Яғни сайт деген кезде, мысалы, тек қана мектептің сайты емес, сонымен қатар осы сабаққа қолдануға да осындай жаңа материалдарды қолдансаңыздар болады. Мінекей, маған мысалы жасап берді. Жаңа жасанды интеллект әлемі деп атын қойды. Мен мысалы мына жерде планеталарды қосып қойыңыз деді. Маған осылайша графикасын жасап бердім. Робот. Және тест қосыңыз дедім. Маған тест қосып берді. Және ойын деген едім, маған мінекей осындай форматта мысалы жасанды интеллект бойынша маған жаңағы ойынын жасап берді. Мінекей. Мінекей, сіздерге мен Canva бойынша көрсетіп өттім. Негізі мүмкіншілігі бойынша өте көп. Бізде сонымен қатар осы YouTube парақшамыз бар. YouTube парақшамызда әрбір инструмент бойынша жаңағы нақтылай видеоларымыз бар. Енді келесіде, құрметті әріптестер, сіздерге мен Quizzes платформасын көрсетейін. Ол қазіргі уақытта Wayground деп атын ауыстырған болатын. Яғни сіздер осы Wayground арқылы әртүрлі тесттер, викториналар және де оның ішінде дайын сабақтар да бар. Мысалы, мен Wayground-ның ішіне кірдім. Осы жерде менде 3 баған ашылып тұр. Яғни құру, іздеу және де жүктеу. Мысалы, іздеу бойынша рұқсат болса, қараңыздар, Wayground жалпы бұл тестілеуге мүмкіндік беретін платформа, жаңа аяғым айтып кеткендей. Бұл жерде, яғни сіздерде дайын тест базасында біз салатын боламыз, ол PISA модулға байланысты, және де бұның ішінде 30 миллионнан астам дайын өнімде бар. Және де өзіңіз жасанды интеллектпен бірге тест құрап, оқушыларыңызды бағалау жұмысын жүргізе аласыздар. Және сол нәтижесін бірден аласыздар. Онда жасанды интеллектпен қалай құрады және жалпы нәтижелерін бірден қалай алуға болады, соны да көрсетіп берсең. Жақсы. Онда ары қарай сіздерге жаңа жасанды интеллект бойынша құру разделін көрсетіп өтейін. Яғни құру бойынша сіздер мысалы Wayground арқылы тест, презентация, бейне, үзінді және де карточкаларды құра аласыздар. Осының ішіндегі мысалы мен сіздерге қазір тест бойынша көрсетіп өтейін. Тест бойынша мінекей 3 тәсілі бар. Бұл сұрақтарды импорттау, яғни мысалы сіздерде бір документтеріңізде сұрақтар болса, сол жаңа документті салу арқылы жасасаңыздар болады. Немесе жаңадан мысалы әрбір сұрақты ішіндегі варианттармен өздеріңіз жасасаңыздар болады. Немесе жасанды интеллект арқылы. Мінекей, мен мысалы жасанды интеллектті бастым. Және осының ішінде сіздер мысалға белгілі бір құжатты салсаңыздар болады. Веб-страница, немесе бір YouTube-та әртүрлі видеолар бар, сабаққа байланысты. Мен сол видеоның сілтемесін алып, осы жерге қойсам, маған сол видео бойынша тест жасап береді. Келесі, егер де сіздерде мысалы ешқандай бір источнигі болмаса, онда сіздер тек қана тақырыбын берсеңіздер болады. Мысалы мен айтайын, маған жаңағы Google бойынша, сонымен қатар мысалы Google деп жазайын, Canva және де Quizzes бойынша маған тест қажет деп жазсам болады. Тілін таңдасам болады. Мысалы тілі бойынша бізде бұл Quizzes'дің ішіне қазақ тілінде кіріктірілген. Мінекей қазақ тілі. Мысалы 10 сұрақ қажет.
және де ары қарай жалғастыру батырмасын басамыз. Экраныңыз көрініп тұрған жоқ бізге. Көрініп тұрған жоқ? Көрініп тұр ғой, көрініп тұр. Қазір өшіріп онда қайттан қосайын. Мамандар, егер сіздерге көрінбей жатса, сіздердің интернеттеріңіз дұрыс істемей тұр, өтінемін, жаңартып жіберсеңіздер. Мінекей мен мысалға жаңа тақырыбын жаздым, сосын маған тақырып бойынша маған әртүрлі тақырыпшалар береді. Мысалы мына Google құралдары, Canva дизайн бойынша сұрақтарды қосайын ба дегендей. Мен мысалы осылайша таңдаймын және де викторинаның құрыл батырмасын басам. Мінекей, ары қарай маған тестті дайындап жатыр. Мен мысалы қазақ тілінде осы жасанды интеллект құралдары бойынша 10 сұрақты жасап беріңіз деп айттым. Маған сол бойынша мінекей жасап берді. Ары қарай мына жерде чат ашылып тұр. Осы мен чатқа жазсам болады. Маған жаңа 15 сұрақ жасап берді. Немесе жаңа варианттары бойынша 4 вариант емес, 5 вариант болу қажет деп, осы жерде өзінің жаңа запростарымды берсем болады. Енді ары қарай мысалы маған тест жасап берді. Мен енді бұны викторинада жалғастыру батырмасын басамын. Мінекей, 10 сұрақ деп тұр. Бұл жерде әрбір сұрақ бойынша сіздер мысалға жұмыс жасай аласыздар, оны өңдей аласыздар, немесе өшіре аласыздар. Сонымен қатар, мысалға сіздер сұраққа немесе жауаптарына суреттерді қоссаңыздар болады. Мысалы, мына жерде сұрақ тұр, осы сұраққа мен суретті қосайын. Іздеу. Мысалға мен Google деп жазайын. Суретті таңдадым және сұраққа қосып қойдым. Мінекей. Және де мына сол жақта жасанды интеллект құралдары бар, яғни ұқсас сұрақтарды қосу, немесе осы әрбір сұраққа мен мысалы түсіндірмесін қоссам болады. Және де егер де мысалы сіздер қазақ тілінде жасадыңыздар, ары қарай мысалы орыс сыныптарына түсіндіру қажет болса, сіздер тез арада бұл тестті толығымен орыс тіліне аударсаңыздар да болады. Енді ары қарай мысалы сіздер тестті жасадыңыздар, жариялау, және енді бұл тестті сіздермен бірге жүргізіп көрейік. Бастау. Бастаған кезде көзесінің ішінде әртүрлі режимдер бар. Оның ішінде мысалы классикалық, жаңағы қатаң тест түрінде бар. Мысалы мына тест түріне қоссам, сіздердің оқушыларыңыз мысалы көзес бойынша сұрақтарына жауап береді, және де мысалы басқа сайттарға кіріп жатса, онда сіздерге бірден көрініп тұрады. Яғни мысалға аяулым жаңағы басқа тестке кірді деп қызыммен жанып тұрады. Және де ары қарай мысалы топтық командаға бөлініп, әртүрлі осындай жаңағы тесттерді өтсе де болады. Келесіде біз бастау батырмасын басамыз. Қоса кетейінші, және мына жерде тестті бастаған кезде, мысалы сіздер алдын ала өз сыныптарыңызды құрып қойсаңыздар болады. Сынып құрып, оқушыларыңыз жинап, және бір сыныпқа бірден жаңа назначить дейміз ғой. Осы тестті құрасауға да болады, сондай бар. Жақсы. Және де ары қарай, мысалғы, мінекей, сіздер мысалы QR-код арқылы оқушыларыңыз кіре алады, немесе жаңа сілтеме арқылы да кіре алады. Мысалы сіздермен қазір QR-код шығарып қойдым, құрметті ұстаздар, кіріп, өтіп көрсек, мысалға студент тарапынан, оқушы тарапынан қалай көрінеді, соны көру үшін. Міне қазір 2 адам кіріп отыр екен, керемет. Алты қатысушы бар.
12 қатысушы болды, 14. Бастай берейік онда, иә, уақыт кішкене кетеді. Жақсы, мен онда бастайын. Бізде мысалы қазір қатысушы отыр. Және де мен осы жерден мысалғы әрбір оқушы қалай жауап беріп жатыр, соның бірден статистикасын көре аламын. Және де мына асты жағына өтсем, мысалғы аяулым жауап беріп жатқан жоқ, мен оны мына ойыннан шығарып қойсам болады. Және мына үсті жақтағы пайыздық үлесі тұр, яғни мысалы жаңағы сыныптың мен дәлдігін көре аламын. Мысалы қазір барлық сынып 90%-ға дұрыс жауап беріп жатыр. Яғни бүгінгі біз көрсеткен жасанды интеллект құралдарын жақсы меңгергендігін көрсетуде. Және де осы жердегі мен сұрақ дегенді бассам, әрбір сұрақ бойынша мен статистикасын көре аламын. Мысалы, бірінші сұраққа 4 адам дұрыс жауап берген, 2 адам дұрыс жауап берген жоқ. Келесіде, мысалы, үшінші сұрақта 10 жаңағы оқушы дұрыс жауап берді, яғни бұл тақырып бойынша дұрыс меңгергендігін, мысалы, осылайша статистикамен мен көрсем болады. Ары қарай, мысалы, артына әртүрлі фондарды қойсаңыздар болады, және де музыкасында қойсаңыздар болады. Яғни ең біріншіден бұл Playground платформасы, мысалы, қазірде қарап отырғандай, оқушылардың қызығушылығын жаңағы көтеру және де әртүрлі сұрақтар бойынша қоюға қолданатын жаңа платформа болып табылады. Енді ары қарай, мысалы, көбісі жауап берген секілді, мен бұл ойынды аяқтайын. Аяқтағым келеді, иә дедім. Және мына жерге қарап отырсақ, Арман 3-ші орын, Дария 2-ші орын, және де Али Аралтай 1-ші орын алып отырғанын мен осылайша көрсем болады. Және де бұл тестті мен мысалы аяқтадым. Және мына асты жағында маған статистика шығады. Мысалғы, бірінші студент жаңағы 10 сұрақтың 10-на да дұрыс жауап берді. Әрбір студент бойынша көрсем болады. Сессия бөлімінен көрсетші осыны, жалпы сол жерден көруге болады дегендігін. Басты парақшадан. Мен мысалы сессияға кірдім, және де осы тестті таңдадым. Маған ары қарай осылайша шығып тұр. Мысалы ең бірінші 5 оқушы 100%-ға дұрыс жауап берген, және де ары қарай өзінің жаңағы статистикасын көре аламын. Ол жерде статистиканы сұрақ бойынша, шолу бойынша жүктеуге болатындығын көрсетші. Мысалға, мен бір студентті алайын, мысалы Эльмира, мен және осы жерден көрсем болады. Қай сұрағына дұрыс жауап берді, және ең соңғы, мысалы 9-шы сұрағына дұрыс жауап бермеген екен, мен осы жаңағы форматты көрсем болады. Ары қарай, осы жаңағы результатты мен өзіме жүктеп алсам да болады. Және басып шығару. Тапсырмаларды алдын ала жасап қойса болады ғой, иә, осыны? Иә, болады. Мысалға, мына сол жақтағы. Тапсырманы алдын ала жасап, егер мысалы белгілі бір күн уақытын белгілеп қойып, сол күнде сол уақытқа оқушыларыңыз кірсін деп те алдын ала тест белгілеп қойсаңыз болады. Керемет платформа екен, күшті. Аш сабақ, немесе кез келген сабаққа қолдануға өте күшті екен. Қосымша қазір біз деген бұның ішіне PISA модулының дайындық базасын алып қойдық. Қазір осы жақын ұлттық бірыңғай тестілеу орталығымен келісімшартқа келу бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Егер ол қосылатын болса, онда ұбт-ға, озп және директорларға тестілеуге дайындық үтіктерін де болатындығын алдын ала сіздерге айтып қойсақ, бұл ақпараттандыру ретінде. Қазір PISA модулының дайындық тесттерін көрсетіп отыр сіздерге.
яғни бұл жерде писа моды бойынша біз әрбір класс бойынша және де тіл бойынша бөліп варианттарын салып қойған болатынбыз. Мінекей, және ары қарай және квизис бойынша барлық істерін жасаған жұмыстарыңызды осы менің кітапханам деген батырма арқылы көрсеңіздер болады. Яғни соңғы қолданғандар, менімен бөліскендер барлығы осы жерде сақталып тұратын болады. Мінекей, сіздерге біз қазіргі уақытта осы Квизис Wayground платформасын көрсетіп өттік. Енді сұрақтар бойынша жұмыс жасаймыз ба, Дария? Иә, мен онда соңғы букерді көрсете салайын, ол жылдам болады бірнеше минутта. Иә, букер дегеніміз бұл оқу сауаттылығын дамытуға арналған анимациялық кітаптар. Бұл венгриялық компания. Қазір біз сол букер платформасын қазақша, орысша және қазақша, орысша 100-ден астам кітап дайындап жатырмыз. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Весь экран. Көрініп тұр, иә? Экран көрінді ме екен? Жақсы, қараңыздар. Міне букер деп аталатын платформа. Бұның ішінде өздеріңіз жаңа деңгей дейміз ғой. Бірінші деңгейден 9-шы деңгейге дейін түрлі кітаптар оқуға мүмкіндік беріледі. Қазір біз бұл кісілермен келісім шартқа отырып, анимациялық кітаптарды қазақша, орысша аудару бойынша жұмыстар жасап жатыр. Соның бастапқы жұмыстары міне шығып жатыр. Қазір соған байланысты сіздерге бір жұмысты көрсетсем, мінекей шегіртке мен бақа деген кітапты сіздермен бірге оқи аламыз. Бұл кітапты оқығаннан кейін соңында сіздер жаттығулар жасай аласыздар. Мінекей. Мен бұны алдында бастап қойған, басынан бастайын, иә, сіздерге. Сіздерге дауыс естіліп тұр ма? Жоқ. Дауысын естіліп тұр. Естіліп тұр ма? Жоқ, кітаптың дауысы естіліп тұрған жоқ. Кітаптың дауысын қазір сіздерге естірте алмаймын, себебі менде наушникке қосылып тұрғандықтан сіздерге естілмейді, өкінішке орай. Яғни бұл жерде музыка жүріп жатыр и қазір ана субтитрмен өздері озвучка етіп айтып жатыр. Не секіртке секіреді деп, солай кәдімгідей дыбысталумен жүріп жатыр. Дыбысталу бар, субтитр бар, анимация бар, толық оқу сауаттылығын дамытуға арналған осындай кітаптар болады. Мен онда тезірек жүргізе берейін, е? Платформаның атауын тағы бір айтып жібересіз? Бұл платформа Booker Class деп аталады. Қазір мен сіздерге атын көрсетем. Менің түсінгенім, мына жердегі сол платформа дайын ертегілерді қазақшаға аудару, иә? Иә, дайын ертегілер емес, бұл дайын жаңағы әлемдік шығармаларды қазақша, орысша және ағылшын тілінде. Көбінде бұл материалдардың бәрі ағылшын тілінде. Қазір біздің сұраныспен бұл компания бізге қазақша, орысшаға аударып жатыр. Не көріп отырсыздар ғой, көбінде бұл әлемдік шығармалар. Міне Жолбарыс пен аңшы, Питер Пен, Мулан бар ішінде. Көріп отырсаңыздар. Ағылшын тілін оқуға өте керемет мүмкіндік, және де қосымша қазақ тілін, орыс тілін дамытуға, оқу сауаттылығын дамытуға арналған платформа. Booker Class деп аталады. Кешіріңіз, сіздермен қалай